Қайырлы күн, құрметті мектеп басшылары. Бүгін сағат 11-де ұлттық арнадан Қазақстан Республикасы президентінің жолдауы болады. Соны міндетті түрде сіздер көрулеріңіз қажет. Одан кейін пікір жазу керек болады. Пікір оң болу керек. Өздеріңіздің әлеуметтік желілеріңізге міндетті түрде жүктейсіздер және ссылкаларын бізге жолдайсыздар. Пікірді негізінен өздеріңіз әкімшілік жазсаңыздар дұрыс болады. Немесе сенімді адамдар жазса. Ең бастысы пікір оң болу керек. Егер бұл жолдауда білім саласына қатысты мәселелер қозғалса, интеллигенция ретінде сіздерден сұралып отыр. Ссылканы міндетті түрде Нұргүлбек Айдаровнаға жолдайсыздар. Ол кісі бізге ссылкалардың барлығын біздің әлеуметтік желілерге жүктейді. Және ішкі саясат бөліміне тапсыру керекпіз. Жолдауды міндетті түрде көріңіздер.